Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Әжем мейірімді». Тема сегодняшнего урока «Әжем мейірімді» переводится как «Бабушка, әжем мейірімді» – это добрая бабушка. Сабақты бастамас бұрын әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Мы теперь с вами познакомимся с новыми словами. Мейірімді, добрый или добрая, ақылды, умный, либо умная, еркелетеді, балует. Давайте повторим еще раз. Мейірімді, ақылды, еркелетеді. Балалар, тәуелдік жалғауын еске түсірейік. Давайте, ребята, вспомним притяжательные окончания. Первое лицо, бірінші жақ, менің әжем. Второе лицо, екінші жақ, сенің әжең. Третье лицо, үшінші жақ, оның әжесі. А теперь, ребята, обратите внимание на эту картинку. Бірінші суретте сұрақ бар және жауап береміз оған. Сенің әжең бар ма? У тебя есть бабушка? Ол кісінің аты кім? Енді сұраққа жауап береміз. Менің әжем бар. У меня есть бабушка. Ол кісінің аты Анар. Ее зовут Анар. Сенің атаң бар ма? Ол кісінің аты кім? Сенің атаң бар ма? Переводится как «У тебя есть дедушка». Менің атам бар. У меня есть дедушка. Оның аты Асан. Его зовут Асан. Балалар, бұл ата, бұл әже. Келесі бізде бірінші тапсырма, 58-ші бет. Первое задание. Оқылым, айтылым. Мен оқимын, балалар. Сіздер мұқият тыңдаңыздар. Внимательно слушайте текст. Менің отбасым үлкен. Менің, у меня. Отбасым семья. Үлкен, большая. У меня большая семья. Мен отбасымды жақсы көремін. Я люблю свою семью. Менің әжем өте жақсы адам. Моя бабушка очень хороший человек. Оның аты Жәмиля. Ее зовут Жәмиля. Ол ақылды, мейірімді. Она добрая, она умная. Әжем мені қатты жақсы көреді. Она меня любит. Ол мені қозым, құлыным деп еркелетеді. Она балуя называет меня ягненком, жеребенком. Мен де әжемді жақсы көремін. И я тоже люблю свою бабушку. Келесі бізде жазылым тапсырмасы, письменная работа. Үшінші тапсырма, третье задание, 59-ші бет. Әжең туралы қысқаша әңгіме жаз. Напишите короткий рассказ о своей бабушке. Сау болыңыздар, балалар. Сабақ аяқталды.